Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Мен Ақтөбе қаласы номері 38-ші қазақ орта мектебінің география пәні мұғалімі Оразалы Гүлдерайым Ержанқызы. Менің онлайн сабағыма қош келдіңіздер. Жаратылыстану сабағы 6-шы сынып. Сабақтың тақырыбы экожүйе құрам бөліктерінің өзара қарым-қатынасы. Оқу мақсаты экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын график түрінде көрсету және түсіндіру. Сабақтың мақсаты экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын анықтау және экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын көрсететін графикті сипаттау. Бағалау критерийі экожүйе құрамдас бөліктерінің өзара байланысын сызбасын құрады және сызбаны пайдаланып ағзалар арасындағы байланысты сипаттайды. Экологиялық жүйе дегеніміз тірі ағзалар қауымдастығынан және олардың тіршілік ортасынан тұратын бір тұтас табиғи жүйе. Бұндай қауымдастықты зерттейтін ғылым экология деп аталады. Экожүйе терминін 1935 жылы ағылшын экологы Артур Тенсли ұсынды. Ал енді оқушылар суреттен көріп тұрғандарыңыздай, экожүйе құрамын екі компонент құрайды. Олар абиотикалық фактор және биотикалық фактор. Абиотикалық фактор дегеніміз жансыз табиғат компоненттері, олар экотоп деп аталады, ал биотикалық факторлар жанды табиғат компоненттері, олар биоценозды құрайды. Биоценоз дегеніміз жануарлардың, өсімдіктердің, саңырауқұлақтар мен микроағзалардың салыстырмалы түрде бір текті жерде және бір-бірімен байланысатын қоршаған ортасы бар тарихи қалыптасқан қауымдастығын айтамыз. Биоценоз терминін 1877 жылы неміс зоологы Мебиус енгізді. Яғни, биоценоз өсімдіктер және жануарлар микроорганизмдерден тұрады. Ал экотоп басты екі құрам бөліктен климат және геологиялық ортадан құралады. Ал енді оқушылар экожүйенің құрам бөліктеріне тоқталайық. Экожүйенің негізгі құрам бөліктері продуценттер, консументтер, редуценттер. Продуценттер деп отырғанымыз өндірушілер. Олар күн сәулесінің әсерінен органикалық заттарды түседі. Биорганикалық заттардан органикалық заттар түзушілер. Консументтер тұтынушылар, яғни жануарлар, өсімдіктермен қоректенгенде дайын органикалық заттарды пайдаланады. Дайын органикалық заттармен қоректенетін организмдерді жатқызамыз. Редуценттер органикалық заттарды ыдыратушылар, яғни оларға бактериялар, саңырауқұлақтар жатады. Ал енді оқушылар, мұнда көрсетілген суретке мән берейік. Бұл суретте өндірушілер, тұтынушылар және ыдыратушылар, сонымен бірге бұлар тіршілік ететін ортасы ауа, су, топырақ, тау жыныстары бейнеленген. Яғни бұлар үнемі бір-бірімен тығыз байланыста болып, экожүйені құрайды. Ал енді оқушылар, бірінші тапсырма суретпен жұмыс және сызбаны дәптерге орында. Суретті пайдалана отырып, экожүйедегі өндіруші, тұтынушы, ыдыратушы ұғымдарына анықтама беріп, осы компоненттердің байланысын сызба түрінде көрсетеміз және де сызбасын дәптерімізге орындаймыз. Ал екінші тапсырма экожүйе компоненттерін дұрыс ретпен орналастыру. Онда А. Шөп, қарағай, жылан, кесіртке, шекіртке, Ә. Шырша, қаршыға, мұртты қоңыз, тоқылдақ, Б. Қабылан, өсімдіктер,
маймылдар және жәндіктер. Осының өз дұрыс ретімен орналастырамыз. Олай болатын болса, оқушылар, бүгінгі біздің экожүйе тақырыбымыз аяқтаймыз. Үйге тапсырма берілген суретке тақырып беру және оның экожүйе екенін дәлелдеу. Назарларыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.